Белгілі жазушы, драматург, мемлекеттік сыйлықтың иегері Дулат Исабеков биыл 75 жасқа толады. Осы мерейтой қарсаңында қаламгер Ресей астанасында болып жергілікті оқырмандармен кездесті. Басқосуда Дулат Исабековтің Мәскеудегі художественно литература баспасынан шыққан 4 томдық таңдамалы шығармалар жинағы көпшілікке таныстырылды. Оған жазушының орыс тіліне аударылған ең үздік еңбектері енді. Дулат Исабековтің кітаптары араға 15 жыл салып барып, Ресейде алғаш рет шығып отыр. Шамамен бір айдан соң қаламгердің туындылары ағылшын тіліне тәржімаланып, Лондондағы Лордтар палатасында таныстырылды. Мәскеудегі басқосу кезінде драматург оқырман қауыммен емен жарқын әңгіме құрып, өз шығармашылығына қатысты сан түрлі сауалдарға жауап берді. Кездесуге орыстың белгілі жазушылары, әдебиеттанушылары, жастар және қазақ диаспоралары қатысты. Рухани жаңғырудағы бағдарламада бар негізгі енді қазақ шығармаларын 100 атау. Соны әлемнің 6 тіліне аудару. Соған кірісіп жатыр. Ол жоспарда бармыздағын, ал енді оған сол жоспардың шеңберіне осы бір сәйкес келіп тұрған сияқтыдағын 4 томдықты Мәскеудің шығарғаны. Возвращение казахских писателей, известных писателей. Соңғы кездері қазақтың танымал жазушыларының кітаптары орыс тіліне аударылып қайтадан басыла бастады. Меніңше, бұдан авторлар ғана емес, бірінші кезекте орыс оқырманы ұтады. Себебі қазақ қаламгерлерінің арасында классиктерде тың тақырыпты зерттеп жүрген жастар да бар. Оларды оқу арқылы қазіргі Қазақстанды көбірек танып білуге болады. И писатели